Сөйтеміз де ауылда, мен ол 5-6 оқитын кезім, 97 может быть, әйтеуір сол 95 пен 97 аралығында, сол кезде анау кешке күн кішкене батады ғой. Осындай уақыттар ғой шамамен. Сағат сол 6-7-ге таман. И біз бақша суарамыз. Мен күнде бақша суарамын. Менің жұмысым гүлге су құю, ауладағы бақшаға суару. Күнде. Соны мамам радионы шығарады да, дауысын барына қояды да, и қазақ радиосында құттықтау бағдарламасы болады. Сосын бір концерттер қояды. Сол кезде анау бір әнді жіберейін деп жатқан кезде орындайтын Роза Рымбаева, композиторы сөзін жазған мынау, композиторы мынау, аранжировщик Павел Ли дейтін еді сол кезде. Мен сол кезде есімде қалып кеткен ғой. Сол қазақша. Павел Ли. Мен сол жұмақтан маған ше, ол қалай Павел Ли? Ол не жүр ол жерде қазақша әннің арасында деп ойлайтынмын ше. Фамилиясы Ли деп. Ол қалай сонда кәрсін неғып жүр ол жерде деп ше. Ол өзі Павел болса, фамилиясы Ли болса. Сол ғой. Сөйтем де Пәкеңмен міне 2020, негізі 2019-да ма, 18-де танысқам. Әйтеуір корейский театрдың алдында деликасы болған ол кезде Пәкең. Соның бамперін шешіп бірдеңе істеп жатыр, сол кезде таныстық та, болды содан кетті. Сол 1-2 жылдан кейін Инкрузке тіркелдік. Өмір міне осы, пожалуйста. Айналап, менікі де ұқсас ғой, Пәке. Баяғда мектеп оқимыз, есіктің алдын аударатын кезде, бір от жабатын кезде үйдегі анау магнитофонды сыртқа шығарып қойып, өлең қойып. Романтика дейсің ғой. Ана кассета бар еді ғой бізде. Кассетада қазақ эстрада жұлдыздары болатын да. Сон қараймын. Тарланның енді ана Арман қыз бар ғой. Сол шығып жатқан кезде Зарина Алтынбекова деген бір әнші бар. Тоже бір медляк тұрды. И музыка Павел Ли. Көбісінің аранжировкасы музыкалар Павел Лиді алдап айтқан де бар. Осы кісі что-то былай аранжировканы жақсаса қой дегенде қоямын ғой жаңа. Сол кезде музыка қызған жаңағы музыканы шәуілдердің шаңын шығарып жүрсің ол кезде. Бақыртып қойып қоясың. Жұмысты жібересің. Сол кезде есімде болатын. Әлі мектеп оқушы кішкентай баламыз ғой. Павел Ли мына жаққа қалып қойған ғой. Осында келдім, студент болып келіп жүрмін, есімде жаңа авторлық ән жазуым керек. Ең алғашқы авторлық әнді міне Пәкеңе сол кезде іздеп барғам. Сөйтіп танысып Пәкеңмен. Телевизорде көбісі былай жазады ғой. P.Li. Қысқаша былай P.Li. Менде бір сұрақ бар да. Прям былайынан қоя салайыншы, вообще тема демес, анау бір нелерде бар. Вообще адам энергияны қайдан алады? Қайдан алады дейсің бе? Мен таудан аламын. Ортадан алады. Мен рыбалкадан аламын десең. Әртүрлі нәрседен аламын мен. Жаяу көп ойланатын болған кезде, жаяу көп жүремін. Сол кезде маған энергия өте көп келеді. Сенде машина жоқ, итек жемейсің. Әйел адам қайдан? Ол да бар. Әйел адам қайдан алады? Әйел адам? Бізден алады. Енді әйел болып келу керек. Бізден алады, иә? Мен ойымша. Энергияны, ағзаны бәрі бізден алады. Ми жеп алады деп. Оларға біз бермейміз ба? Бізден алады, иә? Біз олардан аламаймыз, иә? Негізі алу керек. Аламыз ғой. Біз де аламыз ғой. Негізі алу керек. Негізі алу керек. Иә. Природа, табиғат. Негізі алу керек еді солардан. Сен ала алмай жүрсің. Сен ала алмай жүрсің ғой деймін. Психологияда білесің ба? Әйел адам қайдан энергияны алады дейді. Неге әйелдер жерден алады? Неге әйелдер ғасырлар бойы көйлек киеді? Олар жерден алады дейді. Сондай ғылымдар бар. Миф-ау деймін осы. Мен ойымша ше, қазір бүкіл энергия ақшаға байланысты. Мен ойымша. Дәл қазіргі заманда ақша келу үшін энергия алуымыз керек қой біз. Дұрыс айтасың. Біз энергия болмаса сен қазір дейсің да, ақшам қайда, энергияң қайда, бәрі жайын шағын. Ақшаны табу үшін жақында бір курстан өткен ғой бұл кісі, по-моему. Тоймаған-ау деймін. Тоймаған сол бір нәрсеге кетті ғой негізі. Мен бұның жауабын оқып келдім. Енді сен өзің ойын айтшы енді. Айтшы. Не айта алмайсың? қалай болу керек негізі? Біз қандай болайық керек? Сабақ өткенде айтсай. былай дейді да.
энергия иә біз қошеметтен аламыз ғой. егер де дейді Иә, мысалы ше, көбінде қошеметтен. признание Признание. Көп адам мына инкрузда бүйтіп жүрген адамдар көбісі мен өзім жеке пікірім ол, может мен дұрыс емес шығар. Признание ортадан, признание үйде, признание бала шағаңнан, признание ер адамдардан алатын, әйеліңнен. Иә? Сол нәрседен да признание ең бірінші. Вообще любой жұмыста солайнан да признание. Ер адамдар біз өзі таласып, тармасып жүреміз ғой ер адамдар. Мысалы, кішкентай кезіңнен бастайсың да. Төбелес, кім бірінші атаман. Лидерство үшін. Лидерство, иә? Лидерство. Кім бірінші атаман. Иә. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, неге ер адамдар аз біздің неде деп ше. Иә? Ер адамдар басқа жақта лидерство болып отыр да, мысалы, инкрузд емес, басқа жақта. Иә. Лидерство олардың ойында біз еркекше жұмыс істейміз. Там ана бизнесте, мына бизнесте әртүрлі салада жұмыс істеп жатыр да. И ол өзінің несінде өзінің намыс дейсің ғой. Лидерлік нелерін орнатып жатыр. Бірақ ол жерде бар да моменттер признание жоқ. И сол кезде өшеді да. Жұмыс жүрмей қалады, ана болады, мына болады, кішкене артқа кетеді. Признание может үйінен бар, ортада жоқ. Ортадағылардың бәрі өтіріктен деуі мүмкін. Шынайылық жоқ та. Көп жерде солай ғой. Біреудің қызметі өссе деп жалпылдап жаңағы бірге түскен фотоларын қойып құттықтайды. Иә. Неге должностьқа отырған кезде бүйтеді да елдің бәрі жанында жүреді. Қошеметтеп. Признание. Авторитет. Бәке, жәке, құтты болсын, бәке, құтты болсын. Бірақ семьяда мүмкін жоқ дейсің ғой. Айналып келгенде осының бәрі уақытша нәрсе. Иә. Бәрі уақытша нәрсе. Ертең бір нәрсеге қазір сен елпілдеп жүрсің ғой бірдеңенің артынан. Бір-екі жыл уақыт өткеннен кейін жоқ. Соған күлесің де өзі қалғанға. Ақымақ болып болма деген сияқты. Болмайтын нәрсе. Ол Аллаға тапсыру керек. Қандай жағдай болмасын. Мысалға бір проблема болды ма? Андай Алла тағала сынақ ретінде береді ғой әр нәрсені. Мысалға қазір сен машинаң бір түртіп кетті ма? Ең бірінші адамның сабыры сол моментте білінеді дейді. Сен и так сабыр етесің оған. Бәрібір көнесің сен оған. Сол моментте мысалы сен машина бір түртті ма? Сен сол моментте сен қандай эмоция білдірдің, сенің сол сабырлығыңды білдіреді. Отношение к ситуации. Оқтап деп кетсең, сен деңгейін көрсетеді. Сен бәрібір түсесің, сен ана сабанға түсесің кейін, 1-2 сағаттан кейін, 1-2 күннен кейін. Жоқ, мен біздің айтып жатқан ол әңгіме емес қой. Жоқ, енді жалпы айтып жатқан ғой. Бәрі осыған ұқсас та, мысалға біздер қазір бірдеңеге мысалға айтып жатсың ғой, признание деп жатырмыз. Бәрі өз-өзінен келеді екен. Сен ішкі қалауың болса болды. Бірақ оны сол бетіңе шығарып, біреулер клоун болып кетеді да, мысалы, сыртынан қарап. Сен қалай қабылдайсың, соған байланысты ғой. Иә, мысалға бағанағы әңгіме сияқты ғой, 2015-те осындай жұмыс бар ма екен деп мен ойлап жүрдім. Міне келдім. Сен де мысалы признание ойладың, ертең сен сахнада тұрсың. Деген сияқты ғой. Алла тағала сенің өмірің аяқталғанша береді бәрін. Ерте ма кеш пе береді екен. Мен соны түсіндім. Кішкене сәл сабыр ету керек. Күт келеді. Сабырлық, еңбек. В общем, сол нәрседе әйел адамдар неге көп деген нәрседе инкрузда. Сол мәселені мен ер адамдар неге аз, неге әйел адамдар көп, соны талқыламақшы едім осы әңгімемен. Сөйтсе енді соны ары қарай енді сіздер бірдеңке айтамын десем ештеңке айтпай жатсыздар ғой. Жоқ, енді әйел адамдар ойға ой қосып біз ұзаққа деп отырмыз. Негізі әйел адамдар енді байқаймын шынымен, мына тмд елдерінің ішінде осындай бизнесте жалпы әйел адамдар көп екен. Ал Еуропада, Испанияда, мысалы испандықтар бар ғой, 90% ер адамдар жұмыс жасайды осы бизнесте. Біздікілерге мысалы өзіміздің замандастарға, құрдастарға айтасың ғой, көбісі сенбейді ғой жігіттер ше. Ол бірінші себебін айтайын ба? Ол әйел адамдардың бізде ТМ-да, Қазақстанда, оның ішінде әйел адамдардың саны ер адамдар арасында көп. Ол бірінші. Бірінші фактор сол. Біздің елде шынымен де әйел адамдардың саны ер адамдардан көп. Негізі әйел адамдар жұмыс істемеу керек. Негізі. Мен ойымша. Иә. Сен әйел жұмыс істесең, значит бұл сенің косяк деген сияқты. Бірақ бұл таке сондайлық кайф жұмыста жыныс таңдамайды.
әйел адамға да эмоция сыйлайды, саяхаттың сыйлайды, ер адам жас таңдамайды, жұмыс дейтін иә. хобби ретінде болу керек та, хобби. Любимое занятие дейді ғой мысалы. бұл нағыз хобби жұмыс. Соны жұмыстың жақсы көрсең, вот сол мақсат ғой. жаңа Марғұлан Сейсенбайдың несінде бар ғой, Иә. айтады ғой, икикай деген бар ғой мысалы. Японская практика. Жапониялық, я сол кісінің енді айтуында естіп не қылдым. Сен сол жұмысты жақсы көріп істеуің керек, и сен сол жұмыстан адамзатқа пайдасы болу керек, и сол жұмысты істегенде сен ақша алып тұруың керек. Өмір Сен ұзақ сол болады жұмысты дейді ғой. істегенде энергия таусылмау керек. Ол жұмысты любой сағат таңғы 8, 7, 6, 5 тұрып жүріп кетесің де сол жұмыс үшін ерте тұра аласың. Енді сол жұмыс давайте, сол нағыз инкрuz бизнес енді бізге. иә, енді давайте біздің көрермендер енді, наверное, сұрайтын шығар, жалпы мақсат қандай біздің. Бағана Руслан айтты, ақша. Енді мен мынандай айтатыным бар да, мысалы, бізде адам 300 мың теңге айлық алса, мына 300 мыңға бүкіл өмірімді былай, не дейді анау, подстраивает. Соған аңғайластырады ғой, 300 мың теңгеге. Сидырады ғой. Иә, сидырады, иә. Көрпесіне қарап көсіледі дегендей. Сол, көбісі осылай өмір сүріп жатыр да. Ал бізде мынан ақша дейтін шексіз ғой жалпы. Шексіз. Именно инкрузисте бізде не жоқ та, шек жоқ. Сол үшін инкрузиске мен ойымша әлі кеш емес. Енді басталып жатыр ғой. Енді басталып жатыр. 10 жыл толды. Ер азаматтарға қош келдік деп айтайын деп тұрмын мысалы. Ер азаматтар келсін, иә. Мен осы жерде бір дүние біздің командамызға дейсіз ғой соның ішінде. мен ер адамдар дегеннен шығады. Жалпы адамзат тарихында саяхат деген дүниені бастаған ер адамдар ғой. Мысалы, кезіндегі Колумб дейсің ғой. жаугершілік заманда кімдер соғысты? Кімдер басшы болды? Ер адамдар. Сол бәрі әйелдер үшін ғой. Олардың өзі саяхат қой. Мақсатына қарай бір жерді жаулап алу, құл қылу, немесе жаңа жерлерді ашу. Одан бері мысалы Колумб, Магеллан дейміз, Америго Веспуччи, Христофор Колумбтар, мысалы Марко Поло дейсің. Марко Поло, мысалы, 17 жыл бойы саяхатта өткізген. Соның бәрі ер адамдар, қарасаңыз. Енді мақсаттары әрқалай. Біреу мысалы миссионер болды. Жаңағы крест жорығы, исламды дамыту, немесе жаңа жерлерді басып алу. Любой жерде ғой. Жаңағы инквизиция, конкистадорлар Испанияның. Ол тарих қарап отырсаңыз, бәрі саяхатқа келіп тірелді. Сол саяхатты бастағанда ер адамдар. Ер адамдар, мысалы, ердің азығы далада дейді ғой. Ең үздік музыкант, ер азамат, ең үздік повар, ер азамат, ең үздік художник, ең үздік врачтар. Мынаны қыздар естіп алып қазір мыналар не жыртылып отыр. Мен бірінші қосайын сізге. Ер азығы жолда дейді, ал керек болса. Руслан, гроссмейстердің бәрі ер азамат. Мәссаған. Әйел адамнан гроссмейстер жоқ. Қыздар көрді Енді олардың ойлау деңгейі басқаша ғой. Гроссмейстердің бәрі ер азамат. Ұзын сөздің қысқасы, мен былай айтайыншы, елдің бәрі Америкаға барып жұмыс істегісі келеді, Америкадан көп ақша тапқымыз келеді дейді. Америка бізге өзгеп тұр қазір. Иә, дұрыс. Міне, Құдай беріп тұр ғой. міне былай столдың үстінде міне долларлар. Үйіңе. Иә, міне долларлар, міне $100,000, міне $100,000, міне $100,000, $200,000 әкел телефон. $100,000 міне. Өйстіп қойған, инкруз. Ал енді алыңдар дейді да. Пожалуйста. Бұл жерде ешқандай бір дискриминация жоқ. Сен азиатсың. Азияға осынша төленеді, Европаға осынша төленеді демейді. Бәріне әлем бойынша. Мысалға, анау кім еді, Гүлназ Мусин айтқан сөз бар ғой, есіңізде ме бәке, Түркияда? Мы здесь зарабатываем реальные и нереальные деньги дейді. Осы нереальный ішінде $100,000 жатыр. Неприличные, да, и личные, приличные и неприличные деньги зарабатываем дейді. Мысалға. Енді приличный ақша деген кезде, мысалы, $10,000 миға сыю мүмкін, енді $100,000 десе, ол енді ойланып қаласың. Ай сайын ол бір ақ емес еще. Ай сайын. Саяхат деген дүние, ол өмірі адамзаттың тіршілік тоқтағанға дейін жалғаса береді. Сол мәңгі актуальны. Мәңгі актуальны. Тек оның біздің компания тек соны оңтайландырып, арзан жолмен халыққа беріп отыр.
арзан оңтайлы жолмен саяхаттаңдар. Қымбат саяхаттау деген елдің бәрінде стереотип қалыптасып қалған. Ол қымбат, ол менің шамам жетпейді, мен бәленбай жыл ақша жинауым керек деген сияқты дейміз. Ал жоқ, біздің компания ол кез келген дүниені оңтайландыратын құралы бар. Сол үшін біздің командаға қош келдіңіз деп айтайын. Иә, біздің командаға келіңіздер, көп ойланбаңыздар, Бірге саяхаттаймыз. Сіз де келіңіз. Кеттік бірге саяхаттайық. Келіңіздер, жақсы. Негізі уақытты жоғалтпау керек. $295 бар ма осы жерден ақтар келіп? Негізі уақытты жоғалтпау керек. Мүмкіндік жіберіңіздер. Қаршаңызға. Арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Астында колокольчик басуыңды күтеңіздер. Виктор Цой жив десең. Виктор Цой. Болды ма онда? Рахмет, болды. Ал, Рахмет сіздерге, рахмет. сұхбаттарыңызға. Тамаша болды. Әңгімелесіп кішкене. Паке. Все. Дәке. Екінші подкастымыз құтты болсын.